Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер эндокринолог Назира Есмаханова. Бүгінгі тақырыбымыз семіздік ауруы, семіздік неге алып келеді, соған тоқталып өтейік. Жалпы семіздік біздің майтының шамадан тыс жиналуымен, дамуымен көрінетін зат алмасуының созылмалы бұзылысы екенін білеміз, және оның ең жиі себебі ол тамақтану мен аз қозғалу болып келеді, яғни дұрыс тамақтанбау, тамақты көп жеу, физикалық жүктеменің аздығы, сидячий образ жизни, осының бәрі семіздікке алып келеді. Және семіздіктің эндокринология жағынан қараған себептерін алдыңғы видеода толық айтқан болатын, көрмесеңіздер көріңіздер. Семіздікті біз қалай анықтаймыз, яғни қандай көрсеткіштер арқылы бізде семіздік барын білеміз. Ең оңайы бұл дене салмағының индексі, индекс массы тела дейміз. Оның формуласы килограмм бөлінген метр в квадрате, яғни ол анықтау үшін сіздің салмағыңыз керек. Мысалы айтайық, сіздің салмағыңыз 85 килограмм, бойыңыз 164 сантиметр. Сантиметрді біз метрге айналдырамыз, 1/64 қып. 1/64-ті 1/64-ке көбейтеміз, содан шыққан сан 85-ті сол шыққан санға бөлеміз. Егер 18-де 5 пен 25-дің арасында болатын болса, онда ол қалыпты. 25-тен жоғары 30-ның арасында болатын болса, онда артық салмақ бар деген сөз. 30-дан 35-дің арасы семіздіктің бірінші дәрежесі, 35 пен 40-ның арасы семіздіктің екінші дәрежесі, 40-тан жоғары семіздіктің үшінші дәрежесі. Бірақ бұл көрсеткіштің бір кемшілігі, мысалы екі адамды алайық. Бір адамда дене салмағының индексі 31, екінші адамда 31. Бірақ бір адамда бұлшық ет басым, бұлшық ет тіндері басым болуы мүмкін. Екінші адамда май тіндері басым болуы мүмкін. Бұл кезде біз осы екі адамда бел шеңберін анықтаймыз. Бел шеңберін анықтау үшін бізге осындай сантиметровая лента керек. Және мықын сүйек, былай басқан кезде бәрімізде бірінші сүйек болады. Осы сүйекті ұстаймыз аны. Міне қабырғаның соңғы аяқталған қабырғамыздың арасын екеуін дәл ортасынан осы сантиметровая лента арқылы өлшейміз. Әйел кісілерде 85 сантиметрден аспау керек, ер кісілерде 94 сантиметрден аспау керек. Неге? Мысалы айтайық, ер кісілер үшін неге маңызды? 94 сантиметрге дейін болатын болса, онда бұл кісілерде тестостерон қалыпты деген сөз, нормада. 94 сантиметр мен 102 сантиметрдің арасы болатын болса, онда 50-50. 50% жағдайда тестостерондар қалыпты болуы мүмкін, 50% жағдайда тестостерон төмен болуы мүмкін. Ал 102 сантиметрде жоғары болған жағдайда ол кезде тестостерон төмен деген сөз. Неге? Өйткені іште жиналатын май тіндері лептин деген зат бөледі. Ал ол лептин тестостеронның бөлінуіне кедергі жасайды. Әйел кісілерде 80 сантиметрден аспау керек. Және де әр қосылған сантиметр бізде инсулинге төзімділіктің бар екенін, яғни инсулинге резистентность бар екенін білдіреді. Бұл жайында алдыңғы видеода айтқанмын, яғни біз май тіндері инсулинге тәуелді тіндер. Егер біздің осы май тінінде орналасқан рецепторлар біздің инсулинді танымайтын болса, онда біздің май тініне глюкоза енбейді. Яғни глюкоза енбегеннен кейін энергия жұмсалмайды, май тіндері ыдырамайды деген сөз. Сол себепті инсулинна резистентность бар адамдарда көбінесе осы іштегі май жиналу көп болады. Осы именно іштегі май жиналудың қандай асқынулары бар? Мысалы, 3 адамда семіздік бар деп айтайық. Сол семіздік, 3 адамда семіздік болса, сол адамның 2 адамы қант диабетінің екінші типімен ауырады деген сөз. Сонымен қатар гипертония, давление деп жатамыз, атеросклероз, оны білесіздер, инфаркт, инсульт қалып келетін. Сонымен қатар адамның салмағы ауыр болғандықтан буындарға күш түседі, тағына артроз, сонымен қатар подагра, бедеулік, жыныс гормондардың төмендеуі және семіздігі бар адамдарда онкология 20%, яғни ауруы ықтималдығы 20% жоғарылайды екен. Осындай семіздікте, осындай өте ауыр, былайынша айтқанда, асқынуларға алып келеді. Себептер жайлы толық айтқан болатын. Келесі видеода осы теманы ары қарай жалғастыратын боламын. Жіберіп алмаңыздар, сау болыңыздар.